Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін біздің құрметті қонағымыз филология ғылымдарының докторы, профессор, әдебиеттанушы, алаштанушы, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, қазақ әдебиет кафедрасының оқытушысы, біздің ұлағатты ұстазымыз Сағынбай Ботпайұлы Жұмағұл ағамыз. Біздің құрметті қонағымыз. Аға, бүгін сізді шақырып отырған бас себебіміз, бірінші қош келдіңіз. Біздің қош көрдік. Жалпы тақырыбым сандық платформадағы жаңа медиа диалог, қазақ жыраулық өнері мен түрік ашықтық дәстүрі жайында өрмек. Негізі тақырыптың аясында жалпы өзіңіздің жыраулық өнерге, оның ішінде жыраулық өнердің зерттелуіне, қалыпта ғылыми айналымдағы орнына біраз еңбектеріңіз бар екені белгілі. Сол бұхар жырау тағылымы жайында, жалпы жыраулық өнердің қалыптасуы жайында бізге айта кетсеңіз. Біздің осы жалпы түркі дүниесінің рухани мәдени өркендеуінің әдебиеттеориялық терминімен айтқанда бұл архетипі, ол өте маңызды. Бүгінгі таңда жаһандық үлкен алмағайып дәуірде, жаһандық процестерде ол шындығында ұлттық бірегейлікті сақтау өте маңызды. Міне бұл шын мәнінде рухани мәдени код осы жағынан келген кезеңде әрине біздің қай ғасырдағы, қай кезеңдегі болмасын рухани мәдени құндылықтарымыз өзінің көркемдік эстетикалық жүйедегі қызметін атқара береді. Сондай бір үлкен құдіретті күш, поэтикалық тылсым әлем ол жыраулар поэзиясы. Ол жыраулар поэзиясы ол елдік, ол өрлік, ел бірегейлік, ол ұлттың, қазақ ұлтының өзінің елдік қасиетін сақтаудың бір сарқылмас саф ғажап әлемі. Сондықтан да біздердің бізден кейінгі де ұрпақтың жалпы осы мәңгілігіміздің мәңгілік мәселесі тіл, ұлттық құндылықтар деп айтсақ, шын мәнінде осы жыраулар мұрасы да әрқашанда әр ұрпақтың жалпы өзінің елдігін қалай сақтайды, өзінің ұлттық рухын, ұлттық болмысын қалай еселейді. Бүгінгі жаһандану дәуіріндегі күрделі алмағайып дәуірде біздің ұлттық тін, ұлттық тіл, ұлттық дін мәселесін сақтауды біз міндетті түрде жыраулар поэзиясын жүгінеміз. Жыраулар поэзиясы ол елдік, ол бірегейлік, ол өзінің ұлттық менін сақтау. Жақсы, рахмет аға. Жалпы енді жыраулық өнердің басқа өнерлерден бір айырмашылығы турасында айтсаңыз, жалпы сал-серілерден, басқа ақындардан, одан кейін жыраулық өнердің басқа халықтардағы өнерлер бар ғой, солардан ерекшелігі қандай? Сол туралы айта кетсеңіз. Енді әр өнердің өзінің туу, әр өнердің өзінің рухани мәдени интеграциялық процесте алатын орны ерекше. Ол сол жыраулық поэзияны тудырған дәуір, заман, ол бірінші кезекте қазақ мемлекеттілігі, қазақ хандығы. Ал енді осы қазақ хандығының рухани, жалпы оның әлемі, оның ұлттық бірегейлігін сақтау, сыртқы факторларға, айталық сыртқы басқа жат жұрттықтардың рухани мәдени экспансиясына, біздің елдігімізге төнетін қауіп қатерден сақтауда жыраулық поэзия ол мемлекетшілдік әдебиет дәстүрін сақтай білді. Сондықтан ол қазақ хандығының сыртқы жаудан қорғануы, ішкі бірлігі, жалпы бүгінгі тілмен айтқанда саяси, рухани, идеологиялық бағыт бағдарын айқындауда жыраулар үлкен мемлекетшілдік биіктегі өзінің концептуалды қызметін атқарды. Ал енді жыраулар поэзиясын тудырған ол дәуір, ол заман. Ол заман, ол дәуір, ол қаһармандық дәуір, ол өрлік дәуір, ол ерлік дәуір. Сондықтан да жыраулардың да сондай биікте болу заңдылық. Өйткені ол кезеңде қазақ әлемі, қазақтың рухани мәдени құндылығы басқа сыртқы жауға өзінің менін, өзінің қалай деп айтсақ болады, өзінің өрлігін, өзінің намысын, елдігін басқаға таптатпаған. Яғни ол өзінің менін сақтай білген дәуір. Сондықтан да өрлікте, рухта, ерлікте бәсі осы жыраулық поэзияда. Ал енді сал-серілік поэзия мен басқа да кезеңдердегі әдеби даму процесіндегі өнерпаздық тұлғалармен салыстырғанда әрине оның өзіндік ерекшеліктері бар. Өйткені жыраулық поэзияда ол мемлекеттілікті сақтау. Ал енді сал-серілік дәуірде біз отарландық. Әрине сал-серілік дәуірдің тамыры, генезисі өте тереңде. Әлкей Хақанұлы Марғұлан атап өткендей, ол бізде әу баса серілікті ту еткен иолық тегін деп таратады. Ал енді сал-серілік поэзияда ол да өрлік, ол да ерлік. Жалпы халықтың поэтикалық әлемі, көркемдік сұлулық әлемі,
ол түптеп келгенде эстетикалық категориялар. Сұлулық, әсемдік, үйлесім, жарасым, қаһармандық сынды бір ғажап үйлесімде өмір сүрді. Кейін отарлау саясаты, сыртқы рухани мәдени экспансия сөйтіп келді. Салсерлер поэзиясы енді ұсқынсыздық, бейберекеттік сынды категориялар, яғни орын ала бастады. Сабақтасты. Ол да заңдылық, өйткені ендігі кезекте отарлау саясаты мен рухани мәдени кеңістікте басқа құндылықтар таныла бастады. Шын мәнінде ол жердегі салсерлер поэзиясындағы трагедиялық сарын, эстетикалық категория, ол әрине ғашықтық, сұлулық, махаббаттан өрістейді. Бірақ олардың ішінде жалпы трагедиялықтың өзегі ол ата мекеннен, өзінің туған жерінен айырылу. Мысалы, Ақан серіге қатысты Мағжан Жұмабайұлы, Ақан серінің трагедиясы неде? Ол өзі өскен, өнген Қоскөлден айырылуы. Сондықтан да ол муза дегеніміз, ол әрине муза әлемдегі көркемдік эстетикалық поэтикалық жүйеде ол басқаша айтылады. Ол муза дегеніміз сұлулық, ғашықтық, өзі сүйген жары, өзі ғашық болған қыздар дегендей. Сұлулық әлемі. Ал енді шын мәнінде оның екінші бір өзегі, ол тағы да қайталап айтамыз, ол муза, ол құдірет, оның бәрі туған жер, ата мекеннің суынан, топырағынан, күнінен, жаратылыстан келіп отыр ғой. Осы жағынан алған кезеңде жалпы түркі дәуірі, сақ ғұн дәуірі, одан кейінгі жыраулық поэзия, одан кейінгі әдеби даму процесіндегі сабақтастық, ол көркемдік ойлау жүйесі мен тарихи ойлау жүйесі. Сәйкес келеді. Ал жыраулар поэзиясы түптеп келген кезеңде сол елдікті сақтау. Ол елдікті жырлаудың, елдікті сақтаудың ол эталоны. Жақсыға рахмет. Енді тағы да бір сұрақ бар. Жалпы алаш кезеңіндегі жыраулық әдебиеттің зерттелуіне тоқталсаңыз, Ахмет атамыз мысалы толғау жанрын жалпы бастапқылардың бірі болып айтады ғой, толғауды түрлерге бөліп қарастырады. Сол жайлы айта кетсеңіз. Ахмет Байтұрсынұлы. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы елде жоқ рух ақын сөзінде болмайды. Ол енді ақынның болмысы, дүниетанымы, оның осы рухани көркемдік эстетикалық, поэтикалық ойлау жүйесі қалай қалыптасады? Ол әрине уақыт, дәуір, заман. Біздегі жалпы жыраулық поэзияның осы бір рухани ғылыми айналымға енуінде әрине саяси идеологиялық қысым, цензуралық кезеңдер болды. Ал енді алаш қайраткерлері осы 25-ші жылғы әдебиет пен өнер мәселелеріне қатысты партиялық идеологиялық қарарлар қабылданып, алаш ісі бойынша ұлт зиялыларының қудалануына дейінгі кезеңде жалпы біздің терең тамырлы рухани мәдени құндылықтардың генезисін айқындауда үлкен маңызды қадамдар жасай білді. Ахмет Байтұрсынның әдебиет танытқыш еңбегі, соның ішінде өзіңіз айтып отқандай, толғаулардың жүйесі, намыс толғау, налыс толғау, жалпы осы толғау неден өрістейді? Толғаудың табиғаты қандай? Шын мәнінде толғаудың басқа лирикалық жанрларынан ерекшелігі неде? Бұл толғаныс, толғану, яғни шын мәнінде ол мемлекетшілдік әдебиеттен туындайтын мәселе. Ал кейін әрине әсіресе Халел Досмұхамедұлы, мысалы Аламан еңбегі дейміз, мысалы қазақ халқы ауыз әдебиеті тарихының очерктерінде классификациялағанда 46 түрін атап өтеді. Ол әрине міндетті түрде толғауларды аталып өтеді. Ахмет Байтұрсынұлы. Ал енді бұдан кейін осы дәуірде өте терең барған ол Мұхтар Әуезов. Әдебиет тарихи еңбегі 27 үшін күңіренген қария асан деп. Бұл еңбегінде әсіресе мына көшпелі дәуір. Соның ішінде осы әдебиет тарихы деген еңбектен үлкен бір тарауы зар заман ақындары. Шер, мұң, зар, қайғы қайдан келді қазаққа? Оның әр жақтағы өзегі трагедиялық сарын, отарлау саясаты, содан қазақ қоғамына төнген қауіп қатерді осы асан қайғымен сабақтастырады. Яғни зар заман баста осы асан қайғы, бұқар жырау арқылы өрістеп келеді де 19 ғасырдың соңы 20 ғасыр басында Нарманбеттің атақты Сарыарқа толғауымен, Әуезовтің тілімен айтқанда, зар заманға алтын күмбез орнатылды. Өйткені шын мәнінде Нарманбет Орманбетұлы атақты Сарыарқа өлеңінде қалмады ей Сарыарқа сенде қызық, сандалтау сары өлген алды мұжық, қолынан келер де жоқ, өнер де жоқ, баласы байғұс қазақ қалдың мышық.
кең дала кеткенің бе кер бетеге, бұл жерде бала туып ер жете ме, суырда інен шыққан сүгірей дариға мекенінен ел кете ме. Міне. Әрине, Мұхтар Мағауин шын мәнінде осы біздің жыраулар поэзиясын ғылыми, рухани айналымға енгізген ол бірегей тұлға. Әсіресе Қобыз Сарының еңбегі, одан кейінгі Алдаспан антологиясы. Бұлардың жарыққа шығуы оңай болмады. Ал шын мәнінде ұлттық әдебиеттанудағы ғылыми зерттеушілік ой пікірдегі тарихи сабақтастықты жаңғыртты. Мұхтар Мағауиннің ұстазы Бейсенбай Кенжебаев, атақты профессор, әдебиеттанушы ғалым, үлкен ғылыми мектеп қалыптастырған тұлға. Ал енді Бейсенбай Кенжебаевтың өзегі, нәрі, әр жақтағы темірқазығы ол алаш қайраткерлері. Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, әсіресе Мағжан Жұмабайұлы туралы ұстаз, Міржақып Дулатұлы туралы Мірдің Оғындай, Жүсіпбек Аймауытұлы туралы Сегіз қырлы сипатындағы естелік мақалалары маңызды. Міне сол ғылыми зерттеушілік ой пікірді цензура, тоталитарлық жүйе, Маркс-Ленин методологияның қысымын өткере жүріп, өзінің аса талантты, дарынды шәкірттерінің ғылыми зерттеу бағыттары тақырып етіп ұсынды. Сондықтан Мұхтар Мағауиннің еңбегі бұл шын мәнінде ерлік еді. Бұл енді бүгінгі таңда көп айтылатын архивтік әдебиеттану дейтін болсақ, Мұхтар Мағауин. Текстология, мәтінге түсініктеме дейтін болсақ, ол Мұхтар Мағауин. Міне, теориялық поэтика Мағауин. Әсіресе жыраулар поэзиясының көркемдік әлемін екшеуі. Мысалы, ой толғау, сыр толғау деп толғаудың табиғатын жалғастырады толғау. Әрине, ол жағынан келген кезеңде әу баста осы курстық жұмысында да осы ер тарғынға қатысталған кезеңде Әлихан Бөкейханның есімін атайды. Ол батылдық, ол ерлік. Ол ерлік. Ал енді осы сабақтастық, айталық біздің ғылыми зерттеушілік ой пікір. Бейсенбай Кенжебаев бұған өте терең мән берді. Осы 40-шы жылдардан бастап дәуірлеу мәселесінде, тарихи бастауын айқындауда, жыраулар поэзиясына бір, әр жақтағы түркі дәуірі. Ал енді кейін осы Мұхтар Мағауин және әрине Есмақан Бесмағамбеттің ақындары зерттеуде ерекше аталады. Едіге Тұрсыновтың қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері. Бұлардың бәрі біздің рухани мәдени құндылықтарымызда жыраулар поэзиясын зерттеудің бір жаңа ғылыми бағытын, жаңа бір методологиясын айқындап берген еңбектер. Ол шын мәнінде біздің қазақ өнерінің, соның ішінде жыраулық поэзиясының генезисіне терең бойлау. Ал ақындар зерттеуі ол өнерпаз тұлғалардың табиғаты, болмысы, өзіндік бір қайталанбайтын шығармашылық әлемі. Мысалы, ақын, жырау, жыршы, термеші, өлеңші, осылардың бәрінің өзіне тән ортақ сипаты неде, ерекшеліктері неде, және бұлардың этимологиясын, бұлардың генезисін, бұлардың типологиясын айқындауы. Ал әрине одан кейін ерекше аталатын осы Есмақан Бесмағамбеттің ақындар, Мұхтар Мағауиннің Қобыз Сарыны және Едіге Тұрсынов. Едіге Тұрсыновтың қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері деген еңбегі бұл шын мәнінде сол кезеңдегі тек қана біздің қазақ әдебиеттану ғылымы, соның ішінде фольклористика мен түркі танудың тоғысуы тұрғысынан алған кезеңде бұл жалпы түркі әлеміне үлкен бір жаңалық әкелген еңбек. Өзі бізде әдебиеттану ғылымында әлемдік деңгейде мойындалған, әлемдік деңгейдегі ғылыми индексацияға енген ғалымдардың еңбектері санаулы. Мысалы, соның бірі Әлкей Марғұлан, әр жақтағы Ахмет Байтұрсынұлы, біз айтып отқан Мұхтар Мағауин деп атап көрсетсек, соның ішінде Едіге Тұрсыновтың еңбегі. Өйткені Едіге Тұрсыновтың еңбегі бұл жыраулар типінің қалыптасуын ол қазақ және түркі рухани әлемнің аясында ғана қарастырып қоймайды, ол әлемдік кеңістікте. Соңында Европа әдебиеті, мысалы Европадағы рыцарлық мектеп, жауынгерлік рух. Әрине ол дәуірде ондай мәселелерге бару ол батылдық. Ал жыраулар поэзиясының зерттеулігі үшін мәнінде осы аталған ғалымдардың еңбектері арқылы үлкен жаңа деңгейге көтерілді. Жақсы, рахмет. Одан кейін жалпы енді жыраулық өнердің синкреттілігі дейміз аға, иә? Жалпы синкреттілігі ұғымы өзімнің диссертациялық тақырыбымда осымен байланысты тұстас. Енді мысалы көптеген еңбектерде айтады, жыраулардың қызметі көбінесе хандық дәуір әдебиетінде, яғни аяқталды.
одан кейін синкреттілігі үрдістері жалғасты. Осы жыраулық өнердің синкреттілігін біз алаш кезеңінен көре аламыз ба? Мысалы, Әлімхан Ермековтің батырлығы, жыраулықтың бір үрдістері бар деп есептей аламыз ба? Жалпы жыраулық поэзиядағы негізгі өзек, негізгі көркемдік тін бұл елдік, ерлік, өрлік, мемлекетшілдік дәстүр, сол мемлекетіміздің жалпы саяси, рухани, мәдени идеологиясы, оның ішкі, сыртқы. Ал енді ол жыраулық поэзия, айтылған көркемдік эстетикалық жүйесі, поэтикалық өзегі әр кезеңде, әр дәуірде ол түрлі сипатта көркемдік, эстетикалық, этикалық, моральдық тұрғыдан жаңғырады. Бұл шын мәнінде жыраулық поэзия ол үлкен елдікті жырлаудың бір үлкен мектебі, поэтикалық мектебі. Ал бұны алаш қайраткерлері өзіңіз атап өткендей 20 ғасыр басында әсіресе мынау алаш идеясын, біртұтас алаш идеологиясын халықтың санасын сіңіруде әрине жыраулық поэзияға тән сол көркемдік тінді жаңа бір танымда, жаңа бір қабылдауда, жаңа бір интерпретацияда дәуірдің заманның сұранысына сай жаңаша бағытта жаңғыртты деп айтуымыз болады. Ол әрине міндетті түрде ол жерде әрине ол көркемдіктің жыраулық поэзия толғаулық жанр тұрғысынан көріну деген әрине басты талап, бірақ сондағы өзек, сондағы көркемдіктің жыраулар поэзиясындағы елдік мәселелерді алаш қайраткерлері көсем сөздерінде, өздерінің баяндамаларында, өздерінің толғамдарында, билікке деген көзқарастарында байқата білді. Өйткені мысалы жыраулар поэзиясындағы үлкен бір ерекше қасиет бұл демократиялық құндылықтар. Соның ішінде қоғам, дәуір, заман дамуына сыни көзқарас және мемлекет басшысына сол кезеңде ханға деген сыни көзқарас. Ал алаш қайраткерлері осы ұстанымды жаңартып жаңғыртты. Әрине оны әркім әртүрлі ұғынуы мүмкін, бірақ бұл жердегі мәселе интерпретацияда. Алаш қайраткерлер осыны үлкен жаңғырта алды. Сол мемлекетшілдік дәстүр, мемлекетшілдік сана, мемлекеттік мәселелерді бір ортаға, бір негізге, бір өздерінің идеяларына сыйдыра алды дейсіз ғой. Әрине, өйткені алаш идеясы, бұл қазақ идеясы дегеніміз ол елдік қой. Ал енді елдік дегеніміз оны жырлау, оны сақтау, ол бірегейлік, оның көркемдік тіні. Міне алаш қайраткерлері сол дәстүрлі жаңғыртты деп айтуымызға болады. Жақсы аға, рахмет. Енді бір түйінді сұрақ болсын. Сіздің еңбегіңіз менің қолымда да бар, Бұқар жырау тағылымы деп аталады. Жалпы сол еңбектің жарыққа шығуы туралы айта кетсеңіз, жалпы Бұқар жыраудың Абылай ханға, жалпы қазақ хандығына сіңірген еңбегі, заманында ол кісіні көмекей әулие деп атады. Енді сіздің жинаған мақалаларыңызда арғысы Ыбырай атамыздың Абылай хан Бұқар жырау туралы жазған, оның алдында Бұқар жырауды тереңдете зерттеген мәшһүр әулие бабамыздың зерттемелері, Тауарих Хамзан Құрбанғали Халидтің еңбектері, Дербес Әлиннің еңбектері, өзіміздің ұстазымыз Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың еңбектері, осы Бұқар жырауға, Абылай ханға қатысты еңбектер сол жерге топтастырылған екен. Жалпы сол жинақтың, кітаптың шығуына түрткі не болды, қалай туындады, сол жайлы айта кетсеңіз. Рахмет. Енді бізде мынау жалпы қазақ әдебиеттану ғылымында осы белгілі бір тұлғаға қатысты зерттеулерді бір жинақтап берудің үлкен бір бағыты, бағдары, үлгісі қалыптасқан. Ол енді бізде Абай тағылымы, Мұхтар Әуезов тағылымы, Сәбит Мұқанов тағылымы, Ыбырай Алтынсарин тағылымы. Біз осы дәстүрді ұстанып отырып, осы Қарағанды мемлекеттік университетінде доцент, филолог ғылымдарының кандидаты Айтбай Ботбайұлы Жұмағұл бауырымызбен бірігіп осы жинақты жарыққа шығардық. Сол арқылы осы кезіндегі шоқандардан бастап бүгінгі мына Сейіт ағаларымызға дейінгі аралықта осы Бұқар жырау туралы айтылған ғылыми зерттеушілік ой пікірлерді жинақтап бердік. Бір арнаға тоғыстырып бердік. Бұл енді біз Қарағанды мемлекеттік университетінде еңбек етіп жүрген кезеңдегі жүзеге асырған жобамыз. Ал енді осы бағытта әсіресе Ахмет Байтұрсынұлы тағылымы, Әлихан Бөкейхан тағылымы, Мағжан Жұмабайұлы тағылымы, Жүсіпбек Аймауытұлы тағылымы сияқты осындай жинақтарының
қолға алынып болашақта осындай еңбектер жарық көру қажет. Ал енді біз өзі Бұқар Жырау ауданының тумасымыз, біз Қарақұдық ауылы, Бұқар Жырау ауданы, бұрынғы Ульяновский район дейді. Қазір біздің аудан орталығымыз бұрындар Ульяновка деп аталған, қазір Ботақара деп аталады. Атақты жыраудың мәңгілік тыныстаған жері де, енді немесе осы Бұқар Жыраудың бүкіл қоғамдық, әлеуметтік, жыраулық қызметі осы бүгінгі Бұқар Жырау ауданы, Баянауыл топырағымен сабақтас, атақты Далбат ауылы. Бұқар Жырау бабамыздың кесенесі де осы бүгіндері Бұқар Жырау ауданының аумағында. Ал енді Бұқар Жыраудың осындай мемлекетшілдік деңгейдегі толғауларының маңызы, ол қазақ халқының мәңгілігінің мәңгілік мәселелері. Ол әсіресе мынау елді қорғау, жерді қорғау, сол кезеңдегі біздің батырлық рух қандай болу керек. Және де сол кезеңдегі қазақ хандары, яғни мемлекет басшысына тән қандай ерекше қасиеттер болу керек. Яғни мемлекетшіл тұлғаға, үлкен мемлекет және қоғам қайраткеріне өте терең сұңғыла саясаткерге тән қасиеттер қандай болу керек. Бұларды біз әсіресе Абылай ханға қатысты Бұқар Жырау толғауларынан жауап табамыз. Мысалы, Абылай ханға айтқан толғаулардың бірінде бір құдайдың дидарын сен көрмесең кім көрер? Табандасқан дұшпанға күнінде қылыш шауып өткерген дейді. Ал енді Бұқар Жырау тағылымы еңбегінің маңызы, жоғарыда айтқанымыздай, осы Бұқар Жырау бабамызға қатысты зерттеушілік ой-пікірлер, ғылыми ой-пікірлер, міне бұлардың бәрін жинақтау, әрине ол үлкен жұмыс, әлі де пысықтайтын, толықтыратын тұстары бар. Ал енді Бұқар Жырау толғауларының бізге жетуінде жоғарыда өзіңіз айтқандай, бұл Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы тарихи қызмет атқарды. Бұқар Жырау бабамыз қай жерде жерленді, қай жерде мәңгілікке тыныстанды деген жерді айқындауда да Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы тарихи қызмет атқарған. Ал Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ол үлкен феноменалды тұлға. Мысалы, бір-екі өлең жолын айта кетейік, сонда Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының елдік биігіндегі, жалпы жыраулық поэзияға тән елдік қасиетінің биігіндегі жаңағы синкреттілігі ой толғамы айқын аңғарылады. Дініңді кім қорласа, сол үш қасың, қорлықтан ақпап еді көзден жасың, үйделген мың шіріктің бірі болмай, арман не ұлтың үшін кетсе басың дейді. Немесе әуелі ерді ел үшін хақ жаратқан, ер барма елін сатып жауға сатқан. Ойлайтын елдің қамын ерді жібер, жерінен суырып ап көрде жатқан дейді. Міне. Көп рахмет сұрақтарыңызға, сұхбат алғандарыңызға. Енді алдағы ізденістеріңізге де табыс тілейміз. Ол жыраулар мұрасын, олардың біздің рухани, ғылыми маңызын екшеу, ол үлкен үрдіс. Оған жаңа толқын, жас буынның, жас зерттеушілердің өзіндік интерпретациясы, өзіндік дискурсы болуы, ол заңдылық. Сондықтан да алдағы ізденістеріңізде де батыл болу керек. Ол ғылым көп жағдайда батылдықты қажет етеді, табандылықты қажет етеді. Кейбір стереотипті ойлардың, кейбір қасаң ойлардың шеңберін бұзу да керек. Сондықтан ғылымда бүгінгі таңда енді бізде осы ешқандай құрсау, ешқандай саяси идеологиялық қысым жоқ. Сондықтан да осыны біздің әдебиеттанушы ғалымдар армандаған. Сол күнге біз жеттік тәуелсіздікпен. Сондықтан да жыраулар поэзиясын талдауда, жыраулар мұрасының құндылығын екшеуде, жалпы Бұқар әр жақтағы Асан Қайғыдан бастап бүгінгі Бұқар Жырауға дейінгі аралықтағы атақты жырауларымыздың тұлғасын, шығармашылығын, мұрасын, ендігі кезекте қазақ рухани мәдени кеңістігінің аясында қалып қоймай, оны әлемдік деңгейде екшеу өте актуалды. Жақсы аға, рахмет. Бүгін біздің қонағымыз, біздің ұлағат ұстазымыз, профессор Сағынбай ағамыз жыраулар тақырыбында, жыраулық өнерінің қалыптасуы тақырыбында сүбелі сұхбат бергеніңізге рахмет. Заманында сыпыра жырау, мен жыраумын, шөп басында қыраумын, хан қасында төремін, ханға кеңес беремін, би ішінде биікпін, ел ішінде иықпын деген болатын. Одан кейін Ахмет атамыз тән көмілсі көмілмес еткен ісім, ойлайтындай мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Бізде осы сөзбен бүгінгі сұхбатымызды түйіндейік. Рахмет.